манипуляциямен қорқытады. Анасы ашық түрде ұлым, менің өз өмірім бар, түсіндіріп айтуға болады ғой Қаратайдың жағдайында. Баланың эмоциональный сосуды дейді ғой, енді сіз білесіз ғой, ол кішкентай болады дейді да. Ол қанша тырысса да ол шешесіне көмектесе алмайды. Ол тамақ жеуден басқа да өмірі бар ғой оның. Өзі әйел ретінде сезінгісі келеді, еркелегісі келеді, сөйлескісі келеді. Тіпті төсек бар, я. Кәдімгі әйелдің бөлек тағдыры бар. Мұғалім ол ең дұрыс адам, ең бәрінен биік, бәрін біледі, қателеспейді, идеал, оны бәрі сыйлау керек, оның айтқаны заң болу керек деген идея болды ғой. Неге оны фильм арқылы көрсеткен жоқ? Сол буындағы балалардың ешқайсының тағдыры оңай болған жоқ деп ойлаймын. Ол Сұлтан өзі шешіп қойған сияқты. Маған білім керек емес, мен жылқы бағам, осы жолды жалғап кетем деп шешіп қойған сияқты. Әкемен қатынас қиын болса, ол үкіметтің ықпалы емес, ең бірінші маманың ықпалы. Алпыс үште шықты, я, фильм. Өзі қашан шықты? Кан фестивалінен. Қазір мына жерде бар. Кітап па? Кітапта. 57-те шықты. 56 Москва деп тұр, 59 Алматы деп тұр. Айтады, менің балықшаққа саяхат дегенде Бердібек Соқпақбаев туралы айтып кетеміз ғой. Сіз айтып кетіңіз. Мен Бердібек туралы ештеңе айтпай қойын. Жоқ, біз просто как басына кіріспесе. Қожаға, мамасына, сондай нелеріне. Примерно ғой, жай. Баса береміз ба? Баста береміз. Кетіп қалды ғой. Давай, баста. Сәлем достар. Бүгін бізде әдеби терапия каналында кезекті сеанс. Және бүгінгі сеанста біз Бердібек Соқпақбаевтың повесінің негізінде түсірілген қазақ фильміне талдау жүргізетін боламыз. Туындының аты «Менің атым Қожа». Және талдауды барынша кәсіби деңгейде өткізу үшін арнайы қонақтар шақырдық. Ол адам іздеймін көлеңке жобаларының авторы және эксперт, психолог маман Эльвира Ерғалина. Қош келдіңіз. Және де филология ғылымдарының PhD докторы, семиотика, прагматика бағыттарын терең зерттеп жүрген ғалым Үміт Әсенова Ғарифоллақызы. Үміт Әнесова, кешірім сұраймын. Енді және біз Еркежанмен ғылым жолында жүрген докторанттармыз. Еркежан және Үміт. Бүгінгі тақырып енді менің атым Қожа. Қош келдіңіздер, сіздер көргеніне қуаныштымын. Және бірінші мен сұрағым келген кіріспеден талдау бізге не үшін керек? Талдау көрерменге не береді? Не үшін маңызды талдау? Қалай ойлайсыз? Бірінші бұл сұрақты мен сіздерге қойғым келіп жатыр. Ұйымдастырушыларға, өйткені шақырту алған кезде менде сондай сұрақ болды. Талдаудың мақсаты не деп? Талдауда біз енді бұл көбінесе біз жастарға көп акцент беріп жатырмыз ғой. Бір барынша олардың бір критикалық ойлауы дамысын деген сияқты. Яғни тек қана әріп ғана оқымай, мені балаларға арналған болуы мүмкін, немесе үлкен адамдарға арналған болуы мүмкін. Яғни біз мектеп программасындағы шығармаларды талдауға тырысамыз, және жастар әріп емес кітапты оқыса деген бізде ниет бар. Демек, әрбір кітап арқылы, өйткені біздің бар болмысымыз, бар тарихымыз осы кітапта жатыр. Сол үшін де жастарға кішкене болса да бір ой тастағымыз келеді осы кітап арқылы. Яғни біздің ата-бабаларымыз туралы бір ой тастағымыз келеді. Сондай бір бізде сондай бір ниет. Мен өз тарапымнан айтсам, кинотерапия деген айдар болған менде, ол айдарды тоқтатуға тура келді, өйткені жан-жақты қарадым. Ең басты әсер еткен пункттың бірі, адамдарды эмоция алатын қайнар көзден айырғым келген жоқ. Неге? Өйткені адамдар фильмді көрген кезде эмоция үшін ғана көреді да, оған келіп сен эмоция үшін көрме, сен ақылды бол, ол жерден басқа мән ізде деп айтатын болсаң, ол адамдардың онсыз да өмірінде проблема көп, адамның өмірінде олар білімді, онсыз да жұмысы бар, сол бір эмоцияның қайнар көзінен айырып тастау мүмкін еді.
Сондықтан соны тоқтатуға тура келді. Және осы жерде жаңағы сіз айтқан мәселеде мен де ойланып отырмын да, кітапты кей адамдар жай уақыт өткізу үшін оқиды, көркем әдебиетті әсіресе қиялына ерік беру үшін, немесе жаңағыдай өзінің реальностынан басқа жаққа кету үшін, кейіпкердің орнында болу үшін деген сияқты, немесе эмоция үшін оқуы мүмкін, әрине. Ал енді жауһар іздегендер болса, онда сіздің осы подкаст көмектеседі деп ойлаймын. Және бүгін мен кейіпкерлердің психологиялық тараптан мәселелерін көрсеткім келеді. Енді әрине тыңдап отқан адам өзіне керегін алады деген ойдамын. Үміт, рахмет бірінші қыздар шақырғандарыңызға. Подкасттарыңыз жемісті болсын. Мен енді тілші ретінде бірінші айтарым, бұл әдебиетке деген қызығушылықты тудырады. Бұл өте маңызды, себебі көп тілде оқиды ғой қазір жастар. Орыс тілінде, ағылшын тілінде оқиды. Енді қазақ тілінде оқу өте маңызды. Неге десеңіздер, байлықтың бәрі тілде жатыр, және ең басты жалпы рух, қазақ рухы ол тіл арқылы ғана беріледі. Егер семиотика ғылымына жүгінетін болсақ, бұл жерде әр таңба, әр сөз, оның белгілі бір когнитивті өзінің мынандай ойы бар ғой. Және де ол әр сөздің өзінің бір вибрациясы бар, күші бар дейміз, оның мағынасы бар дейміз. Және сөз арқылы адам рух алады. Мәселен, біз қазақ болғандықтан ана сүтін, біз қазақ тілін естіп өстік, және ол біздің жалпы ішкі дүниемізде, түйсігімізде жатқан тіліміз ғой. Және ұлт ретінде көрінуі тіл арқылы жүреді, білесіздер, филолог ретінде. Және рух алу сол тілдік процестердің біздің санада жүру арқылы жүреді. Себебі әр сөз ол таңба. Оның өзінің күші бар таңба ретінде. Білмеймін, қатты шатасып кеткен жоқпын ба? Сондықтан рухани жаңғырудың бір этапы ретінде және көрермендерді кітап оқуға, тіл арқылы кітапты, әдебиетті тануға жасалған бір жақсы қадамдарың жемісті болсын. Мен де осы тілекке қосылғым келеді. Қыздар, сіздер бастап жатсыздар. Енді өте маңызды нәрсе бұл, әсіресе өзің жасап жатқан дүниеден ләззат алу. Мынандай бір лайфхак айтып өткім келеді сіздерге. Бәлкім көрерменнің арасында өзінің бір жобаларын қолға алам деген адам болса, әсіресе психологиялық тараптан айтатын болсам, жасап жатқан жұмысқа қатты мән беріп, мен әлемді құтқарам, қазақты құтқарам, әдебиетті құтқарам деген нәрсені өзіңе айтқан сайын, іштей, тіпті өзің ойлаған сайын, қарап шаршайсың, идеядан шаршайсың ше. Сондықтан мен өзіме мынадай не жасап алғам, мен жасап жатқан жұмысымнан өзім кайф алу керекпін. Мысалы, менде YouTube жобалар бар ғой, оларды жасағанда бір адамды, персонажды зерттеу үшін мен қанша сұхбаты бар, соның бәрін көріп шығам, оқып шығам, әр детальдарға назар аударам. Негізі қиын деген тараптан қарасаң, өте қиын да, кәдімгідей ше. Немесе сіздерге келерде менің атым Қожан қанша оқысам да, мен оны қайталап оқуға мәжбүр болдым. Өйткені детальдарды жіберіп алмайын деген ой болды да. Қиын деп қарасаң, мен құтқаруым керек, өзімді құрбан етіп жатырмын, жұрт үшін істеп жатырмын дейтін болсаң, ол шынымен бір алатау сияқты сенің еңсеңе келіп қонады да басады. Ал керісінше маған кайф, мысалы маған камера алдында сөйлеген, мен тоқтабай сөйлей беруге бармын, немесе көпшілікке шыққан, кері байланыс алған. То есть осы тараптан қараған кезде сіздерге вообще анадай жеңіл болады. А давай еще тағы не болады екен, тағы қандай қызық болады деген сияқты. Бізде де сондай бір күл әлемді бағындырмасақ та, кішкене болса да теңізге былай айтсақ бола ма? Дәл осы бүгінгі подкасттың мақсаты төртеуміз 4 түрлі тараптан Қожаны талқылап, барынша кайфовать ету. Өйткені көп адамдар не істеймін, мен шаршадым деп айтады. Көп осындай селебритилердің бір әңгімелерінен бізге бір басқаша бір нәрсе болса екен деген сияқты. Мен өзім сондайға қызықтым да. Осындай бір талдаса екен, бір сондай бір
әлем әдебиетінен де қарап шықтым, бірақ бәрібір өзіміздің қазақ әдебиетіне жетпейді. Yani бірінші біз өзіміздің қазақ әдебиетін кішкене дамытып алсақ, енді ары қарай мүмкін қазақ әлем әдебиетімен салғастыра отырып мүмкін зерттеуді қолға алармыз деген бізде тағы да ниет бар. Өйткені бізде әлемдік деңгейге де шығуға біз негізі жазушыларымыздың қауқары жеткен, олардың да потенциалы мысалға мықты болды. Әлі алда талай болады бұйыртса. Енді біз де содан кайф аламыз енді. Бұйыртса деп отырмыз енді. Бұл подкасттың атын кайфуем деп өзгертіп қоямыз. Енді менің атым Қожа, негізі Қожа. Бұл Бердібек Соқпақбаевтың негізі прототипі деп айтады. Yani Соқпақбаевтың өзі сондай бір бала болған деген әңгіме бар. Өйткені мен балалық шаққа саяхат әңгімесінде де сондай бір қырларын көріп қаламыз. Және Қожа деп айтылуының өзі негізі үлкен мән бар. Негізінде не үшін Қожа деп айтылды? Өйткені Қожа деген бізге бір қожа ие деген мағына ғой. Яғни менің атым Қожа, яғни мен өз-өзіме иемін. Мен өз-өзіме қожамын деген сияқты бір сондай жасырын мағына, жасырын мағынада жатқан сияқты, Бұл да бір семиотикаға келеді. Сол кездегі кезең, егер оны жалпы семиотикалық код ретінде қарайтын болса, код қой бұл. Код болып саналады. Шифровка былайша айтқанда, Сол кездегі жалпы сол кездегі билікке айтқаны, осы жердің қожасы біз өзіміз қазақпыз. Себебі кез келген персонаж, ол жай ғана персонаж болып қалмайды, ол бүкіл ұлтқа таралады. Сондықтан мен осы жердің иесімін, қожасымын, және бала ретінде ода екі жақты қаралған деп ойлаймын. Менің атым Қожа, мен баламын, менің де бір таңдауым бар, менің де бір өмірім бар. Біз енді үлкендер негізі балаларға өзіміздің ойлау жүйемізді, картина мирамызды береміз, өзіміздің нәтижелерімізді алғымыз келеді олардан. Сен мына жерден бір жақ шығу керексің, өсу керексің деген сияқты. Орысша айтқанда навязываем, Сол кезде Қожа да айтады, менің де өзімнің бір балалық бір ойым бар шығар, мен де өзім адам ретінде, жеке тұлға ретінде қалыптасқым келеді деген сияқты ой айтқысы келген деп ойлаймын. Терең осындай код бар, ары қарай берсе концептуалдық тұрғыдан біраз мағына шығады ол жерден. Сосын кітаптың аяқталуы әсіресе сол менің атым Қожа деген атауына әдемі келіп түйіндейді. Мен өз ерік жігерімнің қожасымын. Бұзықтық жасаймын ба, немесе тәртіпті боламын ба? Ол тіпті көшедегі бір итті ғой деймін, соңында теуіп жібере жаздап, әдетіне басайын деп тұрып өзі тоқтайды ғой. Мен бұл жасағаным тәртіпті бұзу, әдеттен аттау, неге бұлай жасау керекпін, жоқ деп, бұл өзінің ерік жігеріне де қожа болу деген. Мен өз-өзімді басқара аламын. Мен саналы түрде, енді ол саналы түрде былай самопрограммирование жасайды ғой соңғы жерде. Аффирмация, визуализация, айнаны жасайды. Содан білген ғой олар. Терапия жүргізеді кәдімгідей. Батыстан алып келіп жүрсек, сөйтсе оны Бердібек ағайымыз баяғыда айтып кеткен атамыз. Самопрограммирование көкесі сол жерде жатыр негізі. Енді осыдан менің атым Қожа, біліп алдық. Енді Қожа кім? Қожа қандай бала негізі? Сотқар бала ма, әлде өзінің бір ішкі эмоциясы бар, ішкі өзінің қалауы бар бала ма? Қалай оны прототипін қалай жасауға болады? Сұрақ кімге? Жалпы, егер қазір қожалар көп қой бізде негізі. Оны түсініп жатқан ата-аналар да бар, мұғалімдер. Мынадай маңызды пункттерге назар аударғым келеді. Қожаның жасы 12-де бұл жерде. Бір жылдың көлемін сипаттайды, 13-те болады. Өзі 5-ші сынып, 6-ші сынып деп айтады. 12 жас деген психологияда бұл ендігісі бала жеткіншек жаста, подростковый возраст дейміз ғой, өте бір өтпелі кезеңде жүреді. Ол кезде бүкіл бала агрессивный болып кетеді, агрессия шығып жүреді, бунт көп болады. Ол өзінің отбасынан сыртқа қарай атылып жүретін кезең, ол сепарация жүріп жатады да. Сепарация жалпы 8 жастан басталады ғой, ол ата-анадан ажырап, ақырын өзінің жыныстық жетілуі, гормондары, сыртта ғашық болуының өзін Бердібек Соқпақбаев әдемі жеткізген. Сырттан өзінің бір сондай сезімдерін іздеу, сол сезімдерін қанағаттандыратын бір нүктені іздеу, немесе сезімдерін басатын, пуск деп басатын, іске қосатын. Ол жанар болады, немесе жаңа өзінің достарының арасындағы кикіл жіңдері, авторитет іздеуі, сұлтанды бір қарауы, немесе мектеп директорын бір әртүрлі сипаттайды. Бұл кәдімгі баланың ішінде болатын табиғи процесс, психикасында болатын процесс. Яғни ол кезде біз
үйдегілердің бәрі ақмақ олар ештеңені түсінбейді, ескі адамдар олар деген сондай жаман. Тіпті жазады ғой мында, қожаның өзінің ойын сипаттайды ғой, ересек адамдар біз күштіміз, мықтымыз дейді, керісінше ұрлық та жасайды, қарлық та жасайды, адам да өлтіреді, балаларды ақмақсыңдар дейді, керісінше сендер ақмақсыңдар арманын жазады. Керісінше адам бірінші ересек адам болып кейін балаға айналу керек еді. Неге ол бірінші ересек болады, неге бірінші бала болады кейін ересек болады? Керісінше ересектер бүкіл ерлігін жасап соңында балаға айналған кезде бір-біріне басқаша көзқараста қарайтын еді деген сияқты. Бұл жерде қожа кәдімгі табиғи процесті өткеріп жатқан бала. Психологиялық көзқараспен алатын болсақ, ол баланың табиғи өсіп жатқан процесін сындыратын жан-жағындағы адамдар. Және әдемі сипаттаған баланың психикасы қалай сынады, травма қалай болады. Бұл шығармада өте айқын көрсетілген. Сіздікі? Менікі енді мынандай не бар ғой, 7 жасқа дейін бала шешесінің аурасында деп айтады, ол жаңағы переход, содан кейін 7 жастан 14 жасқа дейін әкесінің де шешесінің де аурасында болады деп айтады да. Яғни ол 7 жасқа дейін анасы не сезеді, қандай эмоционал жағдай болады, ауырса барлығын ол кәдімгідей бойынан өткізеді. Ал ол 7 жастан бастап ол әкесінің мінезін қабылдай бастайды. Сол үшін 7 жасқа дейін бала қатты анасымен тығыз ажырамай жүреді ғой, және сепарация айтқан, 8 жаста басталады. Және бұл жерде енді ол әкесі болмағандықтан, мен ойлаймын, осындай бір қиын бір жағдайларға душар болуы мүмкін да, себебі ол қоғамға шығып жатыр, қоғамда, сыртта, әлеуметтік ортада дамиды, өседі, және оның әкесіне деген қарым-қатынасы оның қоғамдағы рөлін анықтайды. Оны біз енді білеміз ғой, үйде проблема болса, мысалы біз сыртқа барып оны басқаша көрсетеміз. Мүмкін бәлкім әкесі болса, ондай проблемалар болмаушы еді. Тірек ретінде, және сіз айттыңыз ғой, тірек ретінде қолдап отырса, оны жақтайтын адам болса, сондай сезсе. Себебі қоғамға алғаш рет шығып, еркін бір қадамдар жасай бастаған кезде негізінен балаға қолдау көрсететін адам ол әке болу керек. Себебі қоғаммен байланысты әке жасайды балаға. Яғни әке болмаса, оны қоғам тәрбиелеп кетеді деген ой ғой. Оған қиын болады. Ол әке оған рух береді. Әке рух береді ғой. Рухтандырады, күш береді. Сосын ол кәдімгідей уверенность себе, өз-өзіне сенімді болып сөйтіп жүруші еді, бірақ ода неше түрлі ішкі конфликттер болып жатыр ғой. Сондықтан ол бірден еркін қоғамға кірісе алмайды. Мысалы, жанармен сөйлескенде көреміз, басқа бір достармен сөйлескенде көреміз, тіпті класс жетекшісімен қарым-қатынас жасай алмайды. Одан қарым-қатынас жасау дәл сондай проблемалар көп. Себебі қоғаммен байланыстыратын әке. Әкесімен жақсы тіл алысып, әкесі болса, бәлкім ол бірден барып, болар ғой, балалар еркін сезінетін өзін сондай ортада. Сол әлеуметтік ортада ары қарай жетіліп кетер ме еді. Сол үшін ол неше түрлі осындай кризистарға душар болады. Осы жерде жаңағы әке туралы айтып отырсыздар ғой. Қаратайдың сөзі бар ғой, осындайда үйге ер адам керек деп айтады ғой. Ол қаншалық дұрыс нәрсе негізі. Өйткені қожам өзінің әрекеттерімен тарсылдатып нетеді, қозғалады, көрсетеді ол адамды жақтырмайтын. Бірақ сонда да жаңағы мамасы Милаттың қасында бір айналшықтап қайда ойына айта береді, екі жарты бір бүтін болайық деген жаңағы ойларды салып сөйтіп жүреді да. Бірақ қожа соңына қарай бірақ айтады, оға күйеуге шықпай ақ қойшы деп. Неге оны сол мамасы көріп тұрған, былай қарасаң баласының ол адамды жақтырмай тұрған, ол келген сайын бірдеңе тарсылдатып көрсетіп қалатын біліп тұрды, бірақ сонда да жаңағы ол кісіге айтпайды, ары жүр деген сияқты бір намек тастамайды. Бұл жерде шығармада бәрі қожаны кінәлайды ғой келіп. Қожа бір бұзықтыққа ұрынады. Жақсы болам деп келе жатады да, кенет бір алдынан бір нәрсе шығады дағына, ұрына береді. Жақсы болам деген сайын, ана батпақта тұрған машина сияқты. Дөңгелек айналған сайын түсе береді. Неге? Өйткені қожаның ең басты, ең қауіпті проблемасының бірі ол жеке шекараны білмейді. Ол мынау біз айтатын жеке шекара емес. Мынау
сіз маған ауыр сөйлемеңіз деп орныңызды біліңіз дейтін жеке шекара емес. Жоқ деп айта алу деген сөз емес. Ол психика жеке шекараны әлі түсінбейді. Ол әлі анасымен слияние. Жалпы бала дүниеге келген кезде біз ананың тәнінен шығамыз, ананың тәні арқылы тамақтанамыз, құшағында боламыз. Одан кейін ананың етегіне жабысып жүреміз ғой үнемі. Ал әкенің рөлі бала мен ананың арасын ажыратып алу. Бала мен ананың арасындағы ең бірінші бөтен адам бұл әке. Яғни ананың 100% ана 100% сенікі емес. 50-50 біз бөлісеміз. Ол менің әйелім, маған да уақыт бөледі, менің де жұмыстарым бар, тек қана сенімен айналыспайды деген сондай бір түсінікті мынау шекараны көрсетеді негізі. Ер адам керек деп Қаратайдың айтатыны өте дұрыс та, бірақ қожаның жағдайында кеш болды. Ендігісі ол анадай психотерапия алып, мамандарға барып түзелмесе, немесе өмірдің өзі түзетпесе, ода кеш, ол психикасы қалыптасып қойған. Байқайсыздар ма, қожа границаларды, шекараларды білмегені сонша әртүрлі ортада өзін қалай ұстауды да білмейді. Мысалы, ол анасын өзім деп ойлайды. Ол менікі, ол менмін. Мен Қаратайды жақтырмаймын, анам да жақтырмау керек. Оның жеке өмірі болмау керек. Өйткені айтады ғой, 2 жасында әкесі қайтып кеткен, ол ес білмейтін кез әлі. Анам менікі. Мен не ойласам, анам соны жасау керек. Мен анамның мынандай жабысып қалған бөлшегімін. Менде проблема болса, анам қиналады, анам қиналса, мен қиналам. Мынау 2 түрлі өмір екенін ажырата алмайды. Одан кейін Жанарды да солай жасайды. Өзінікі сияқты меншіктеп алған, тіпті Жантас оған бір кітап оқып қасында отырған кезде барып ашуланып, қызғанып, өзінше, яғни ол бөтен адам екенін көріп тұрған жоқ. Ол менмін, менің жалғасым. Кезекке барған кезде де қай жерде өзін қалай ұстауды білмейді, шекараларды мүлде. Үздік оқушы қарасаң, ақылды сөздерді бір шағып айта алады, бірақ шекараны мүлде білмейді. Тіпті әжесінің өзін мазақ қылады. Ол қалжыңдап, мила көрінеді сыртынан, бірақ баланың психикасында мен қай жердемін, өзгелер қай жерде, оны түсінбеуінде жатыр да. Жантаста да солай болады, Сұлтанның жағдайында да. Бұл өмірде өте қауіпті нәрсе. Әртүрлі нәрсеге еріп кете бересің да, өзіңнің қай жерде зиян келеңдеп тұрғанын, қай жерде саған пайда болатынын, қай жерде не болатынын сезе алмайсың. Қожаның ең проблемасы, үлкен проблемасы осы. Өзінің шекарасын білмеу, бірігіп кете беру. Тіпті Майханованың өзінде де бірігіп кетеді. И ондай жағдайда мынау мен немесе менің жауым. Жақсы сөз айтса, ол досым екен, сыйласым екен деген нәрсе болмайды. Екіге бөлінеді сразу. Бұл менмін, өзіме тартқан, мені жақтайды, немесе бұл менің жауым. Оған қарсы соғыс ашу керекпіз. Граница, сол шекараларды білмегеннің тағы бір көрінісі, ол агрессиямен қорғауға тырысады өзін. Мынандай тонкий ғой, негізі өте нәзік қой шекара деген нәрсе. Сол тұстарда сөзбен бекітуге болатын, іспен бекітуге болатын тұстарда ол қара күшпен жасап жібереді да. Өйткені ол нәзік шекараларды өзі сезіне алмайды психикасы. Күшпен оны ұрып жіберуің керек, қуып жіберуің керек. Ол тіпті ауласына кіретін түрлі кездейсоқ кіріп кететін малдарды да, құстарды да қуып жүріп, қуалап өлтіріп қояды ғой, мысалға. Сондай шекара деген мәселе ол үшін өте бір ауыр, қожа үшін психикасында. Ол нәрсені сезіне алмайды. Және бұл негізгі салдары қандай сонда? Себебі қандай? Салдары жарайды түсініктен, себебі? Себеп әкенің орны үңірейіп тұр, және еркек фигура жоқ. Ана мен баланы ажыратып алған. Тіпті әжесінің өзі ана ғой. Ол кісінің бар жоғы да білінбейді, онша бір шығармадан оны сыйлайтын, сыйламайтын түсінбейсің. Және анасы да балаға сен бөлексің, сенің өз мәселең бар, бұзықтық жасадың ба, өзің көтер демейді. Сен мені өлтіретін болдың. Мен онсыз да қиналып жүрмін, мен онсыз да бақытсызбын. Және сен менсің, мен сенмін деген сөзді тіпті былай айтады. Сен дұрыс адам болсаң, мен күйеуге шықпаймын деп айтады. Яғни мен сен үшін құрбан етем деп тұр да. То есть менің өз өмірім бар деген нәрсені айтпайды. Тіпті мамасымен байланыс жоқ қой, байқайсыздар ма? Сөйлеспейді. Мамасы тек жылайды,
тек жылайды, шағымданады, ұрысады, манипуляциямен қорқытады. Анасы ашық түрде ұлым, менің өз өмірім бар, түсіндіріп айтуға болады ғой Қаратайдың жағдайында. Менің өз өмірім бар. Баланың психикасы әйелдің өз өмірі болу керек екенін түсініп тұрған жоқ, байқайсыздар ма? Ертең мен үлкен болам, жазушы болам, мен әжемді де анамды да күшті жағдай жасап берем, асыраймын. Қазір бұл нәрсе көп кездеседі ғой ұлдарда. Ол тамақ жеуден басқа да өмірі бар ғой оның. Өзі әйел ретінде сезінгісі келеді, еркелегісі келеді, сөйлескісі келеді. Тіпті төсек бар, кәдімгі әйелдің бөлек тағдыры бар. Сол нәрсені сезіп тұрған жоқ та. Ол мамасы да оны сезіп тұрған жоқ және айтпайды да ол туралы. Ұлым, мен басқа адаммын, менің тағдырым бар, сенің өз тағдырың болады, өз отбасың болады деген нәрсені айтпайды. Ертең қожа дәл осы күйде ер жететін болса, үйленеді ғой. Сосын ене мен келіннің ұлы соғысы басталады да, бір орынға таласады. Маманың орнына таласады да, болды, басқа орындар болса берші. Өйткені анасы баласына тұрмысқа шығып алады ғой, получается. Солай болады. Сосын екеуі бір орынға таласа басталады. Енді содан кейін жантастың несін алғым келеді да. Негізі жантас былай көрінбейді көзге, кейіпкерін. Бірақ ол бір байдың баласы сияқты көрінеді маған. Байдың ба әлде бір бүтін отбасының. Негізі айтады ғой, неге қайда бір неде қызмет ететін, билікте қызмет ететін бір ненің баласы, шығармада айтылады ол. Баласы сияқты көрінеді, яғни оның сөйлеген сөзі, бірақ ол кішкене қорқақтау сияқты көрінеді, бір қорқақтау сияқты көрсетеді. Қорқақ көрсетеді. Яғни өзінің сөзіне өзі жауап бере алмайтын ба, әлде үнемі шеттен бір мақтанып, қожа бірдеңе жасаса, ол қорқып қалады ғой. Оның да бір несі жауап бермейді. Ол қорқақтық емес, меніңше қожа сияқты неге бар, ол қожада не жоқ қой, білесіз бе, алды-артын ойламайды да, ол қатты кетіп қалады да. Сол жаңағы психика шекараны білмеген кезде қыз балаларда қалай болады, қыз балаларда әсіресе өскен кезде өте больно жасайтын жігіттер ұнайтын болады да, дөрекі, төбелескіш болады ғой. Сосын махаббатты ол андай тастап кету, ұрсып қала беру, эмоцияның әткеншегі, бері кел, ары кет, бір больно жасайтын, сонда ауыр сөздер айтатын. Орыстарда сөз бар ғой, бьет, значит любит деген. Вот сондай нәрсе да. Ол анау өзінің шекарасын білдіру үшін қаттырақ не жасау керек та, ауыр жасау керек та, боль жасау керек кәдімгідей. Қожаның жағдайы сондай деп ойлаймын. Мен өзім маман ретінде көзқарасыммен көп нәрседе ол агрессиямен, бунтпен, оның онсыз да бунты бар, мамасына ашқан бунты бар, жаңағы мені басқа еркекке айырбастап кетіп бара жатыр. Ол өзін Қаратайдың орнында ұстап тұр ғой негізі, өзінің әкесінің орнында ұстап тұр қожа. Мен перзентпін, мамамның өз өмірі болу керек деп тұрған жоқ, соған ашқан бунты бар ішіндегі қожаның. Сондай көп жағдайларды ол агрессиямен жасайды. Ал жантас қожа сияқты емес, демек ол бүтін отбасында өскен және көп нәрсеге өзін бір андай құрбан еткісі келмейтін сияқты да, көп нәрсені жоғалтқысы келмейтін сияқты. Әрине енді киносында жаңағы қызық болсын деп, контраст болсын деп сондай немен береді ғой. Бірақ оның кез келген нәрсесін қожа ауыр қабылдай береді, мысалы да, қожаға кеп тиеді. Жантастың айдалаға атқан оғы қожаға кеп тиеді. Жанарды да осылай не қылады. Мен бір мақаланы оқыдым, Жанар туралы жазған, бір үлкен мақала жазған. Сол айтады, Жанар ол сол кездегі қыздардың көрінісі деп айтады да. Яғни сол кезде синдром отличницы деген болды ғой, барлығын үлгеретін, сондай міне осы қыз деп үлгі тұтатын сияқты бір, және қожаны үнемі ақтап алғысы келіп тұрады, оны құтқарып алғысы келіп тұрады, яғни қазір айтады спасатель деген сияқты. Сондай бір роль модель деп айтады ғой, сондай бір модель қалыптастырған дейді. Яғни сол кездегі қыздардың қандай болу керек, қыздар қандай болу керек деген сияқты бір сондай үлгі сияқты қалыптастырған деді. Жанар арқылы. Сіз қалай ойлайсыз? Енді дұрыс қой, ол дегеніңіз образ ғой түгел. Жанардың образы жаман емес қой. Жақсы образ, өте жақсы, себебі ол болашақ ана. Жалпы қоғам баланы тәрбиелейтін ана ғой, білім беретін ана. Және біз білеміз, ана қаншалықты ақылды болса, мықты болса, бала соншалықты ақылды, мықты болады. Онда білеміз, ондай бар ғой түсінік. Білімін береді,
оны оқытады, тоқытады, үйрететіні бар, шамасы келеді деген сияқты. Сонда ол қоғамға мықты бір азамат тәрбиелей алатын ананың образын жасауға тырысқан. Яғни ол қыз сондай болу керек. Яғни ол ертең одан бір не шекпей ма дегенім ғой. Сен отличностьке, мен еркегімді де құтқаруым керек, мен жақсы оқуым керек, мен осындай болуым керек деген сияқты сондай оймен өссе, ол ертең өзіне қиын болмай ма деген сияқты менде бір еркекті құтқаруым қай жерде құтқаруға тырысады? өйткені кімді қожаны құтқарғысы келеді ғой. болған кезде Ол қызы жеңіл, ол ондай емес деп. Мүмкін қолдау шығар, қолдау көрсету керек шығар. Қолдау көрсету де мүмкін. Енді әйел өзінің азаматына, күйеуіне мысалы қолдау көрсету керек қой. Қолдау арқылы бір әйелді енді шаңырақты ұстайтын әйел ғой, не болса да. Ол әйел адам қылады оны, немесе не жоқ қылады, еркекті білесіздер ғой. Сондай бір қолдау мүмкін образ ретінде. Ертең соның азабын өзі тартпай ма дегенім ғой. Ертең сондай синдром отличностьмен өскен қыздар ертең тағдыры да, яғни өзін солай эмоциялар шыштырып қоймай ма деген. Иә, сондай өскен қыздар. Сол буындағы балалардың ешқайсының тағдыры оңай болған жоқ деп ойлаймын. Жалпы система, кеңес үкіметінің системасы баланы кәдімгідей өте қатаң сындырған негізі. Сол кеңес үкіметі деген системаның өзі балаларды өте қатты сындырған. Байқасаңыздар, жалпы көп талап қою, бала жалпы еркін ғой туылған кезде. Бірден бәрі ақылды болып кетпейді ғой. Келе жүре үйренеді. Ең бірінші өмірде қиналып өзі шешім қабылдап түзеледі ғой. Кеңес үкіметінде өте қатаң болған деп ойлаймын. Тіпті жазылғанда да, фильмде де көрсетеді. Қит етсе, оны жазалау, оны педсоветке салу. Сондай нәрселерді баладан талап өте көп болған, және әсіресе осы қожада және кеңес үкіметі кезінде түсірілген фильмдерде, шығармаларда өте айқын көрсетеді. Ата-ана мен баланың эмоциялық, сезімдік байланысы жоқ. Просто өседі, тек талап ете береді. Сен мықты бол, сен күшті бол. Яғни ол жерде тірі адам ретінде емес, жай ғана тірі өлік дейді ғой, тырнақшаның ішінде. Тірі өлік деп не үшін айтамыз? Сезімдері жоқ, эмоциялар жоқ адамдарды айтамыз ғой. Сен ішкі қалауларыңды, өзіңнің ойыңды, еркеліктерің бәрін өшіріп таста да, сен тек айтқан нәрсені орындайтын тірі робот болып жүресің. Кеңес үкіметінің өзі сол болды ғой, мақсаты адамдарды оңай басқару үшін бүкіл нәрседен алып тастау. Тіпті кеңес үкіметіндегі шығарылған фильмдердің насихаты байқасаңыз, немесе жазылған шығармалардың, шыққан кітаптардың насихатының өзінің көбінде адамды тамырынан өзінен алыстатады. Мысалы, Тақиялы періштенің өзін ғана алсақ, темекі шегу бар, алкоголь бар, нормально. Қыздардың жеңілтек болып жігіттің үйіне кіруі, жабысуы нормально. Оны көре берген адам сол дұрыс деп ойлайды. Қожада да кеңес үкіметі бұл фильмді экранға шығуға шешім қабылдаса, сондай картинаны көрсету. Жалғыз басты ана нормально. Ата-анадан алыс бала нормально. Жұрттың бәрі жүр, сен де жүр, қожада жүр, халыққа ол нормально. Қайта солай болу керек. Немесе педсоветке салу, тағысындағы көптеген нәрселер бар ғой, жаңағы сұлтан сияқты шылым шек көру, тағы да көптеген мәселелер артында кете береді. Оның барлығы нормально. Бұл нейролингвистикалық программалау ғой. Жалпы адам көріп отырған кезде эмоциямен деп қарап отырасың да, сен санаңның барлығы эмоцияның жетегінде кетеді, сен бейсанаңа программа отырғызуға ашық боласың, дайын боласың. Көрген картинамен түседі ғой барлық нәрсе. Значит, мынау нормально екен. Бұлай болу нормально екен. Сен жаңағыдай алдыңда тұратын мәселеде айналып өту керек тұстарда, ой, анауда жүр ғой, ой, мынауда жүр ғой, керісінше осылай болу круто деп ойлау мүмкін да. Сондай қадамдарға бару мүмкін. Қазір айтып жатыр ғой, матрица деген, соған сай келеді. Матрица деп айтады ғой. Матрица деген ол бізді қоршайтын орта. Оны батыстық ғалымдар айтып жатыр. Джо Диспенза деген ғалым бар, сол айтады мысалы. Біз қазір отырмыз, біз матрицада отырмыз. Бұны 3D измерение деп айтады мысалы. Бірақ біздің ойымыз ол құдай біледі қай жерде дейді да. Со скоростью света әйтеуір бір жерде ойымыз басқа жерде болуы мүмкін. Сол сияқты сонда
матрицаның берген әр нәрсесін қабылдай беруге болмайды. Себебі ол сенің ойлау жүйеңе тура әсер етеді. Және ол жерде мидың да айласы бар да. Онда нейроғылымдар зерттейді, онда мидың айласы бар. Ми бәрін тура қабылдайды, өзінше қорытады, және оны түп санаға жазып алады. Кейін оны бір әртүрлі жағдаяттарда беріп отырады, выдает. Сонда сенің әрекетің сонымен анықталады. Белгілі бір әрекет жасайсың. Сол сияқты. Дұрыс айтасыз, қызық. Және ана орыс тілінен беретін мұғалім Анфиса Рахманов Фильмде. Фильмдегі сол айтады ғой, бала деген, оқушы деген ол қап сияқты, қап емес, кез келген нәрсені тыға беретін, ол бір шамшырақ деген сияқты сіздің айтқаныңызға келеді. Яғни кез келген нәрсені оған бір тықпалаудың қажеті жоқ деген сияқты ойды айтады да, осы бір кішкене өз сөздерінен. негізі біз ойлаймыз ғой, бала ештеңе білмей келеді, ақымақ болып келеді деп. Керісінше бала бәрін біліп, уже багажбен келеді да, бәрі бар ода, бүкіл ресурс та бар, бүкіл ақпарат та бар, гендегі, қандағы, тұқымдағы. Ересек адамның, әке шешенің немесе қоршаған ортаның мақсаты бейімдеу, қазіргі өмірге бейімдеу. Өйткені бала деген андай сезімдері, эмоциялары мынандай ешқандай шек жоқ. Қаласа ойнайды, қаласа жылайды, айқайлайды, сындырады, олардан да шекараларды білмейді да көптеген. Ересек адамдардың міндеті мынау қоғамда дұрыс өмір сүріп кету үшін, сау өмір сүріп кету үшін соларды көрсету да. Сен ақмақсың, біз күшті білеміз емес. Керісінше мына жерде сенің шекараң басталады, мына жерде бітеді. Мына жерде былай жасасаң қиын болады, былай жасасаң жеңіл болады деген сияқты көрсету негізі. Білімнің де жаңағы үкімет болсын, білімнің өзі жүйе ғой, мектептің өзі жүйе. Соның барлығының мақсаты тұрақты түрде осы өмірді жақсы сүріп кетуге бейімдеу ғой, негізінде анау бізге құйып беретін ақпаратынан бұрын. Бірақ өкінішке қарай, мысалы, сол әсіресе қожада көрінеді, нелері, директоры болсын, жаңа мұғалімдерінің бәрі болсын, сен сотқарсың, сен оңбағансың, сен адам болмайсың, сен өстіп жүріп бір күні ұры боласың, қарақшы боласың деген сияқты. Тіпті анау қазды өлтіріп қойған кезде келеді ғой, несі, ауылдасы. Солда айтады, мысалы, сен мына түріңмен қарақшы боласың, яғни баланы баса береді да. Ол қателесіп кетті, не себепті қателесті, неге бір нәрсе бола береді деп айналасындағы адамдар өзгереді. Сосын жаңағыдай нелер өзгереді, ситуациядағы заттар өзгереді, біресе қаз болады, біресе аяқ киімі болады. Неге өзгере береді деп ойламайды да. Тек қожаға келе береді. О, қожа байғұс жасап жатыр, бірақ бәрібір қателік болып қала береді да. Ода жаңа информация болмай жатыр ше. Мына жерде былай болу керек еді, мына себепті деген оған бір ашылып сырласатын, бағдар беретін жоқ, ешкім болмайды. Шешесі де бағдар бермейді. Бұл моментте дәл осындай жеткіншек кезде ер балалар өзіне авторитет іздейді. Ол не әке болуы мүмкін, егер болмаса жасы үлкен жігіттермен араласа бастайды, немесе бір ағайы болуы мүмкін. Сұлтан неге жақын болды? Өйткені бұны сол күйінде ұрыспай, жекмей, күлкіге айналдырып, сөйтіп қабылдады ғой. Бір сырласты, екеуі бір жақын болды да. Сондай қожаға керек персонаж болды да. Сұлтанның сол жағынан көмегі жақсы болды. Қолдады бұны, оңбағандар деп біреуді қоса жамандады, мысалы бір ойнады, күлді, жеңіл қарады өмірге. Талабы жоқ, қожаға талап қоймайды ешқандай. Кәдімгідей бір мейірімі бар, өзінің достық бір махаббаты бар, сондай нәрсе болды ғой. Іздеп келеді, немесе тастап кете салады. Сондай болып жүрді да, арада қызық нәрсе болды. Қожаға сол нәрсе ұнады. Бірақ ол сұлтанның сондай керек адам екенін ол өзі де сезіп тұрған жоқ. Ертең мынау аяқталып қалады, айнаның алдынан бітеді, ары қарай қалай жалғасатынын білмейміз да. Сұлтан болмаса, оның орнына басқа біреуді тауып алуы мүмкін, дәл сол сияқты. Өйткені қожаның сөйлесетін ешкімі жоқ. Ішкі сырын ақтаратын ешкімі жоқ, былай қарағанда. Не анасы, әжесі ешкімі жоқ, тек миында жүреді. Сосын өлеңді шығармалар неге жаза береді? Бұл
сондай бір не ретінде алып алғанда сүйеніш сияқты да, өзінің эмоцияларын, өзінің ішінде болып жатқан процестерін, сезімдерін түсіреді, қағазға түсіреді, хатқа түсіреді. Адам болса, ол жерде әкесі болса, ол басқаша, одан кері байланыс болатын еді ғой, мына жерде былай жаса, мынандай жағдайда өзіңе зиян жасайсың деген сияқты. Ал тек қожада қолдау да жоқ, ондай бағыт бағдар көрсету де жоқ, тек қана жазалау бар, тек қана ұрысу бар, тек қана кінәлау бар. Манипуляция көп. Сұлтанды қалай деп алсақ болады, сұлтан образын? Сұлтанда негізі өте бір, ол да алғыр бала болған ғой негізі, ол қалай кез келген ситуациядан шығып кете алуы да бір, оның бір потенциалын да көрсетеді ғой негізі. Оны да бір жаман бала деп айтуға келмейді, бірақ ол әкесімен қарым-қатынасын туралы бір-екі неде айтып қалады ғой. Әкесінің арасындағы, оның да сонда тура сондай сияқты, қожа сияқты, онда сырласатын ешкім жоқ. Әке-шешесімен айтылмаса да ішінде қарым-қатынасы, бірақ ұруы, оны төмпештеуі, онымен сөйлеспеуі де осындай неде байқалады. Әкесіне деген мүмкін реніші болуы мүмкін. Негізі ол малшының баласы, жылқышының баласы. Ол сұлтан өзі шешіп қойған сияқты, маған білім керек емес, мен жылқы бағам, осы жолды жалғап кетем деп шешіп қойған сияқты да, өйткені мектептен өзі шығып қалады ғой. Әкесі қинап оны мектепке бармасаң өлтірем, анау-мынау дегенде айтады ғой, мен суға өзім жүгіріп маған жалынды депші. Яғни ол әкесінің жолын жалғауды шешіп қойған сияқты да, өзіне білім керек емес деп бір шешім қабылдаған сияқты. Ал былай негізі сұлтанның білімі өте көп екенін байқалады. Әсіресе жаңағы асау аттарды мінуі, немесе табиғатпен қарым-қатынасы, қай жерде не бар екенін көруі. Тіпті атып алады, жаңағы құсты атады, аңды атады, балықты аулайды. Яғни оның барлығын жасауда бір нәрсені, керек нәрсесін өте тез таба алады. Тіпті адаммен коммуникация құрған кезде де бір айласы бар, өзін әбден бейімделген да. Ол сұлтан әбден даланың тазысы деп айтады ғой. Ол өмір сүруге әбден бейімделген, өзінің жолын өзіне айқындап алған да. Ол бар болғаны әкесі мен қалаған сұлтан бол деп оны бұзғысы келген сияқты да. Яғни сен білім ал, кеңес үкіметінде білімің болмаса сен ешкім емессің деген ұран болды ғой. Білімің, медальдарың болу керек, сен бәрін ләппай деп орындай беруің керек, сол кезде сен жақсы адамсың деген. Сұлтан оған бунт жасады деп ойлаймын, үйінен кетіп қалуы. Менде бәрі окей, мен тыңдаңдаршы, мен осы жолды таңдадым, осы жылқы бағу, мал бағу деген жолмен кетем, маған сол қызық, табиғатта болам. Тіпті оның мен қарақшы болғым келеді, пират болғым келеді дегеннің өзінде ол бунт жатыр да, сұлтанның өзінде. Мені сындырмаңдар, маған тиіспеңдер, маған осы керек деп, керісінше сондай сияқты. Және сондай бунтпен жүрген, сондай өзінікін қорғай алмай жүрді ғой енді. Қожа өзінің жазушы болам, немесе бір өзінің әлемі деген мәселелерді қорғай алмай былай дел сал болып жүрді ғой, қайда барарын білмей. Анаған да ұнағысы келеді, мынаған да ұнағысы келеді, мынау да жақсы, мынау да жақсы, ортада қалып кете берді. Солай жүрген қожаға ол бір сондай мығым, нық шешім қабылдай алған адам сияқты көрінді деп ойлаймын, авторитет көрінді деп ойлаймын сұлтан. Негізі сұлтанның образы, егер сұлтан жақтан қарайтын болса, маған ұнайды. Сұлтан ба? Оны ол жерде кинода көрсеткен мәселесі жексұрын қылып, немесе мында жазған мәселесі бар болғаны ол өзінің қалпын сындырып, адамдар қалаған образды бермеді да ол. Сол үшін ол жексұрын, ол оңбаған, онымен жүрмеңдер, онымен дос болмаңдар деген сияқты. Сұлтанда одан сайын бунт көтеріле береді ғой, бәрібір адамдардан қашу. Бұл адамдарды одан да пайдаланып қалайын. Одан да затын алып кетейін, алдай салайын, тартып алайын деген сияқты нәрсе болуы мүмкін да. Осы жерде мен бір нәрсе қоссам бола ма? Айтады ғой енді үйде заңды, енді бізде қазақ мәдениетінде заңды әке қабылдайды. Әке бір бас жоғары деп айтамыз ғой, ер адам бір бас жоғары тұрады, заңды әке қабылдайды. Демек қазақ үшін әке ол заң. Әке ол заң. Бізде сондай ассоциация қалыптасады. Сұлтан, енді сұлтанның әкесінің мінезін автор көрсетеді ғой, мінезі ауыр, қиындау бір кісі екенін көрсетеді, жаңағы қолындағы немене бір нәрсені теуіп жүре ма, не істеп сөйтеді ғой, сонда оның образы әкесінде мінезі өте қиын, және сол жерден
ол әкесімен қарым-қатынасының нашар екенін көрсетеді ғой. Сұлтанда проблема бар. Әкесімен қарым-қатынаста, коммуникацияда проблема бар. Демек, әке ол заң болса, қоғамға шыққанда Сұлтан заңды бұзады. Себебі оның әкесімен проблема бар. Себебі әке заң сондай мәселелер бойынша қарастырылады. Білесіздер ғой, мысалы ұлдарда қандай әкесін тыңдайтын бала, әкесінің жолын қуатын бала, ол негізінен заң бұзбайды, түзу жолмен жүреді. Бірақ әкесі ұрып соқса, немесе тағы да бір тәрбиесінде сондай бір тым қаталдық болса, немесе гиперопека болса, сондай бір нәрселер болса, сонда оның баланың заңмен сондай проблемалар болуы мүмкін. Ол неше түрлі айла ойлайды, жаңағы мошеннические действия, сондай әрекеттер жасайды. Сол үшін ол барады, біреуден алады, біреуден ұрлайды, біреуді алдайды. Себебі білмеймін қалай автор, бірақ ол түйсігімен сезген. Оның әкесімен проблема бар. Және ол Сұлтанның анасы туралы айтылмайды ғой, практически, Сұлтанның әкесі туралы. Сол жерде әкесін бір-ақ жерде, бір эпизодта күшті керемет деп суреттейді. Себебі әке мен айтқандай ол қоғам, әлеумет, сыртпен байланыс, және осы жерде ода проблема бар. Сыртта қоғаммен қарым-қатынаста проблема бар. Соны көрсетіп отыр. Демек, барлығы түбінде айналып келіп, отбасыдағы тәрбиеге тіреледі. Менің ойым сол, әкесі баласына менің жолымды қума, маған ұқсама, мен қалаған, мен армандаған білімді сұлтан бол деп оны сындырғысы келгенде уже конфликт сол жерде басталған сияқты да. Жоқ, мен тыңдамаймын, мен осы жолды таңдап кетем деген неде сұлтанның таңдауында әкесі бәрібір қуалап жүріп мектепке тығуы, сосын жаңағы өлем деп манипуляциямен қалуы, соның барлығы әбден сұлтанды былай сындырған сияқты. Қазірде қоғамда да сондай проблемалар бар ғой. Ата-аналар, әкелер әсіресе өзінің ұлдарына, қыздарына сен білімді болу керексің, сен университетті бітіру керексің. Өзінің орындалмаған армандарын. Соны тықпалақысы келеді да, бірақ оны істемесе мойындамайды оны. Мысалы, көп актерлардан, подкасттарынан тыңдаймын, сол кезде айтады, менің әкем мені мойындаған жоқ деп айтады. Мен кішкене ақша келіп, кішкенелі көріне бастағаннан кейін барып, сен отыр деген сияқты, мен содан кейін ғана бір коммуникация құралды деп айтады да. Енді бұл да бір кеңес өкіметінен қалып кеткен бір тәрбие сияқты. Яғни әке мен баланың екеуінің арасындағы коммуникацияның болмауы, бір-біріне айта алмауы. Қазір көптеген өте аз ғой негізі. Біздің ортамызда да аз ғой, өзінің әкесімен еркін айтып сөйлесе алатын адамдар, ер балалардың арасында. Олар көбінесе өзінің мамасы жағына қарай не болатын сияқты, кішкене жақындау болып, мамасы арқылы проблемасын әкесіне айтқыза алып деген сияқты өте аз негізі. Мен қанша өзімнің достарым бар, әкесі ұл балалар жақтан. Ұл балалар көбінесе әкесімен қарым-қатынаста онша жоқ. Ол әлі де біздің қоғамда көрініс табады. Әкемен қатынас қиын болса, ол үкіметтің ықпалы емес, ең бірінші маманың ықпалы. Өйткені әке көбіне жұмыста болады. Үйде анасының жанында бала. Көп көрмегеннен кейін әке мені жақсы көрмейді деген ой болуы мүмкін. Шын мәнісінде әке бала-шаға үшін, отбасы үшін, табыс табу үшін жұмыста жүреді да. Байланыс анамен көп болғаннан кейін, оның түрлі эмоциялық күйін көреді ғой, ананың. Оңашада отырып күйеуін жамандап жылауы мүмкін. Баласының құлағын бұрайды, шағымданады, әкең бүйтті, әкең сөйтті, неше түрлі нәрсені құяды да. Бала екеуміз бір жақпыз, әкең жау. Ол перзент деген рөлінен шығып кетеді. Мама жақта жүреді да, бір қарасаң. Сосын себепсіз, ешқандай нақты фактілер жоқ, әкесін жек көре бастайды. Өйткені мамасының көзімен қарайды. Жұбайының көзімен қарайды да, перзент ретінде емес. Әкесінен алшақтайды, сөйтеді, аны неше түрлі нәрселерді ойдан құрастырып алады жаңа. Ол мен баяғыда ұрған, мына жерде ақша бермей қойған, маған мына зат бермей қойған деп. Егер бала мен әкенің арасында қатынас өте күрделі болса, жаңағыдай агрессияға толы болатын болса, ол бірінші ананың ықпалы болады. Мамасы ол ойлайды, мен балам шағымданып жатырмын, немесе мәселемді айтып жатырмын, тіпті айтпаса да анасын бала қатты сезеді ғой.
жылауы мүмкін, отырып алып қарғауы мүмкін, әртүрлі жағдайлар бар да. Соны көрген бала мамасының жағына шығып кетеді, болды, перзент емес. Одан кейін анадай құйтырқы сұрақ бар: кімнің баласысың, мамаңның ба, папаңның ба? Мамаңды жақсы көресің ба, папаңды ма деген. Әсіресе ата әжеден көп келеді ғой енді, мамаң ба, мен ба? Әсер маманы бүйтіп кішкене құшақтап не істесе, я бар анаңа. Баланың психикасы екіге бөліне алмайды, алдай алмайды. Сөйтеді да біреуін таңдауға тура келеді. Ол психикалық процесте жүріп жатқан, ол қалжың күлкі сияқты болып көрінгенмен, бала сонда ачо екеуі де менің адамым емес па деген сұрақпен қалып кетеді да. Демек біреуі маған бөтен болу керек, біреуі жау болу керек деген ой туындайды. Маған сөйтіп айтып жатыр ғой, сен біреуін таңда деп жатыр үлкендер. Демек мен біреуін бөтен қылып, біреуін ғана таңдауым керек дейді ана, сонымен ауытқып кетеді. Яғни мына менің атым Қожадағы Милаттың орнында не істеу керек еді Милат? Негізі анасы Қожаға түсіндіру барысында ма, әлде әкесінің орнына болу керек еді ғой? Яғни ол ана да әке де болды ғой енді оған. Ол қандай сол Қожаның ішкі жан дүниесін түсіну үшін қандай бір жалпы Милат сол кездегі қазақ әйелдерінің бір ашық айқын көрінісі. Өйткені оның күйеуі соғысқа кетті. Соғыстан келмей қалды. Ол өзі барып ажырасып кеткен жоқ, өзі қайғыдан қан жұтып жүр. Былай айтқанда, дәл сол кезеңді бастан өткерген қазақ әйелдері сондай бір қайғы мұңмен жүрді. Оның өзі депрессияда, оның жаны кәдімгідей әйтеуір бір нәрселерге ілініп салынып жүрді, жұмыс деген нәрсеге алданады. Тіпті отбасында көп болмайды, құрбылары бар жоғын білмеймін мысалы. Одан кейін анау Қаратаймен сөйлесуінің өзі бір өмір сүруге бір кішкене болсын үміт отын жағуы мүмкін. Ер адамнан внимание алғаны, жылы сөз естігені, біреуге керек екенмін ау деп ойлағанның өзі оны ана жақтан бері қарай алып келеді, депрессиядан кішкене өмірге жақындатады. Но Милаттың көрінісі сондай, өзі депрессияда жүрген адам. Оның өзіне қолдау керек, оның өзіне жұбаныш керек, оның өзіне қуаныш керек, оның өзіне бір серпілтетін нәрсе керек та. Ол баланы ойлайтындай шамада болған жоқ деп ойлаймын. Ер бала болғасын тіптен өзі қалай да өсиет деп ойлауы мүмкін. Қыз бала енді мама деп қасына келіп жақындауы мүмкін ғой. Ал ер бала болғаннан кейін, тем более ол сыртқа жүгіріп кете беретін болғаннан кейін, Қожа болса 5 алып жүрді, мектепте мақтау алды, демек бәрі жақсы деп ойлап жүрді да ол. Ал бірақ бұл жерде Милаттың өзі де қиын күйде, депрессияда, оның салдары ұлына беріліп жатыр. Оның жағдайында менің ойымша ең қолынан келген вариант солай жасау керек болған шығар. Тіпті ол өзінің сол ауыр күйін үйдегілерге көрсетпейін, оларға салмақ салмайын деп керісінше ол сыртта жүруі мүмкін да. Милаттың өзі неде, сауыншы жұмысында жүреді ғой көбіне, колхозда, сол жақта жүреді. Яғни мен осы жаман күйімді көрсетпейінші, үйдегілер мұңаймасыншы деп сондай бір оймен жақсы нәрсе жасап жатырмын деп те сыртқа ұмтылуы мүмкін. Алайда бұл жерде бәрі жан күйзелісінде жүр. Әжесі де, Қожа да, Милат та. Ондай жағдайда енді қолдан келетін нәрсе ашық сөйлесу. Негізі ашық айтса, өзінде болып жатқан процесті. Мен қорқамын, мен не істерімді білмеймін. Маған осылай жұмыс әзірге, немесе күнкөріс, ақша табу деген нәрсе әзірге мені тірі ұстап тұр. Немесе Қаратайдың маған келгені ол Милатқа ұнайтын болғаннан кейін келіп жүр ғой ол. Құры десе ол келмейтін еді ғой. Яғни ол да маған бір үміт отын беріп жатыр. Бұл менің маңызды бір бөлшектерім. Осылар болғаннан кейін мен тірі жүрмін деп сөйлесу керек еді. Бірақ Қожа, сенің өмірің бөлек, сенің болашағың бөлек, сен перзентсің, мен сені жақсы көруім тоқтамайды деген сияқты солай нету керек еді. Олай сөйлесе алмады. Ашық сөйлеске қарай. Қазіргі кезде ақсап тұрған нәрсе сол ғой. Тіпті ондай ой да болмауы мүмкін Милатта. Адамдар ашық сөйлесе алмайды бір-біріне. Сол үшін де ұрыс керіс, ажырасу, яғни адам өзінің ішкі қалауын айта алмағаннан кейін сондай бір қиын ситуация. Қиялына, иллюзиямен, түрлі ойлармен шешім қабылдап алады. Бір адам үшін қабылдап алады. Мысалы мен сөйтіп айтсам қазір ренжіп қалатын сияқты деген сияқты. Бір адам үшін шешім қабылдайды да, содан өзінің ішкі күйімен, ішкі ойша ұрысып жүреді. Ойша ұрысып, өзін өзі білмейді, түсінбейді. Әйел адамдарымыз сондаймыз ғой.
кейде өзінен өзі бірдеңе болып қалады, сосын күйеуім ойша сондай ма деп өзің қабылдап аласың, сонымен өзің ішкі жан соған дүниеңмен сеніп қаласың. соған сеніп, иә. Сама придумала, сама ведет. Енді сонда біз кішкене иллюзияға көп шалдығамыз ғой, иллюзия көп Иә. өмірімізде. ойымызға- Бірақ Милаттың ең басты рөлі ол жерде ана ретінде, иә, сіз айтқандай жаңа баласы үшін депрессиядан шығу керек еді, и жай ғана оған махаббат беру керек еді. Иә. Басқа не береді енді ана? Біз енді қазір айттым ғой, біз бәріміз белгілі бір результат күтеміз ғой баладан, ол бүйту керек, талап жаңағы. Соның бәрін қойып, түбінде махаббат, сосын мен ойлаймын, ана балаға не беру керек? Мойындау керек баланы, мадақтау керек оны. Сөйтіп көтермелесе, бәлкім ол жақсы болып кетер ме еді. Мен білемін, мен сенемін саған қожа. Ол кейін оны өзі жасайды ғой, жаңағы ненің повестің аяқ жағында өзін өзі Қаулы шығарады. қаулы шығарып. Соның бәрін анасы жасау керек еді да. Осы әжесі кімнің анасы? Иә, мен де соны сұрақ қойғым келген. Анасы жақтан ба, әкесі жақтан ба? Маған белгісіз. Сен деп сөйлейді ол, соған қарағанда анасы жақтан ба деп Иә. ойлаймын. Сен Анасы жақтан болатын болса, қожаның өзі айтады, қараңғы әжем деп не етеді ғой. Менсінбейді ғой ол айтқанда, келеке етеді. Менше Милаттың өзіне де ана махаббаты, әке махаббаты жетпеген сияқты. Берілмеген, Иә. Жоқ қой, қайдан аласың ол ана жақтан, жоғары жақтан келмей тұрғаннан Иә, кейін иә. үлгі ретінде көрмегендіктен көрмеген. сен оны жоқ деп Иә. ойлайсың да, олай болуы мүмкін емес деп ойлайсың. Иә, себебі бірақ әжесі қатты жақсы көреді ғой кімді. Шексіз Қожаға махаббат қожадан көрінетін сияқты. Ой, әжесінен көрінетін сияқты қожаға деген махаббат. Әжесіне көрінеді, әжесі прям ері деп риясыз махаббат Иә, әжесінде. риясыз махаббат. Таза махаббат сол түгел қабылдайды ол. Бар жаман, жақсын бәрін қабылдай алатын әжесі болып тұр. Бірақ сол қазір кезде көрініс тапқанда бір минус жағынан қарасақ, иә, мысалы сондай риясыз махаббатты әжесінің тарапынан қазір кезде көп қой, енді әжесінің баласы деп алады да, енді ата-анасы қанша тәрбиелегісі келсе де әжесінің махаббаты жоғары болып тұрады да. Гиперопека болады. Гиперопека болып тұрады да, яғни сен анасы ұрса, ренжіп, сен ұрсаң, мен сондай адамды көргем, келіні ұрса баласын бірдеңе бүлдіріп қойса, енесі жетіп келеді да, сен оны ұрсаң, мен ұрысқаның деген сияқты бір оған ата-ана болғысы келіп, сондай да бір ситуациялар қазір кездеседі. Ол да бір әженің соқыр махаббаты деп алуға бола ма, сондай не ғой енді. Негізі психологияда мамамен проработка деген нәрсе, папамен проработка деген нәрсе не үшін керек? Оларды кінәлау үшін емес, ең бірінші өзіңнің орныңды табу үшін да. Өзіңнің шекараларыңды білу үшін. Мысалы, қожаның жағдайында өзінің шекарасын мүлде білмейді деп айтты ғой. Ол ана. Анадан ешкім оны ажыратпағанда келіп. Анасы біреу емес, екеу. Әжесі бар. Анасы жұмысқа кетсе, әжесі оған. Болады, саған бәрі болады, бәрін жасай бер. Және ол мына жерде болмайды, былай істемеу керек деген нәрсені айтпай, тіпті айтпай-ақ сездірмей өсіру. Ер адам керек деген мәселеге қайтадан айналып келдік қой, нүктеге. Ол мына жерге болады, мына жерге болмайды деген границаларды білмейді да. Және ең қиыны ол иерархияны сезіне алмайды. Менен үлкен анам бар, әкем бар, оның өзінің әке шешесі бар, әжелерім бар, аталарым бар. Үлкенді құрметтеу керек, кішіні ізет көрсету керек, өзгелерге сыйлы құрмет көрсету керек деген нәрсені мүлде қожа сезбейді. Ол нәрсені тіпті Қарауыл Атайға барған кезде де қырсығып отырды, мен директор болуға келдім деп ше. Үлкендердің Майханованың жағдайында да ол ұстазды ұстаз ретінде көре алмайды да, жоқ, шекара жоқ. Ол не менмін, не жауым болды, екі ақ нұсқа бар да ода. Онымен не төбелесу керек, немесе өзім деп тарту керек деген. Әжесінің жағдайында да сол гиперопека. Жаңағыдай ананың, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, проблема аналарына қарсы қойып қояды деген сияқты. Аналар боқтатады, әкелерін боқтататындар, әтежелері бар. Ертең сол немере түрлі нәрсеге ұшырайды, әсіресе осы иерархияны білмеу. Бұл заңмен түрлі не болып жатады, жауапқа тартылып жатады, таяқ жеп жатады, көп нәрсеге ұрынып жатады. Өкінішке қарай сондай болады. Енді Майханованың образын керекші. Майханова маған ұнайды негізі. Фильмде де прям әдемі әйелдің несін не алады ғой. Қазақ тілі әдебиетінен береді ол кісі. Енді соның әдемі образ ғой негізі. Қазақ тілі әдебиетіне вот осындай апай беру керек деген сияқты образы да әдемі. Бірақ Майханова өзі қандай мұғалім? Сіз мұғалім ретінде қалай бағалайсыз?
кандай мугалим Майханова? Жақсы мұғалім деп ойлаймын мен. Себебі алғаш танысқан кезде ол сотқарлық дейді ғой, енді ол көріп қояды. Сонда мұғалім ретінде ол оны бүйтіп басынан төніп келіп басып айтпайды да. Бірақ ода мүмкіндік болды сонда, елдің көзінше айтып, жаңағы қожаға сен былай істедің деген сияқты. Ол үндемей қоя салады ғой. Сол жерден ақ біз көре аламыз оның позициясын мұғалім ретінде. Яғни ол мұғалім, педагог, басқаша әрекет істейді ғой. Және баламен жаңағы басқаша жұмыс істегісі келеді. Ол да басқысы келеді деп ойламайсыздар ма? Қожаны ол да басқысы келді. Жоқ, меніңше қожаға орныңды біл деп шекараны көрсететін сияқты. Енді шекараны көрсететін адам болу керек қой. Иә, болу керек қой, бір ұстаз болу керек ондай неде. Майханова айқын көрсетеді да. Басқа персонаждармен салыстырғанда Майханова жаман сияқты, қатыгез сияқты көрінеді негізінде. Ал бірақ ол керісінше ол менше Майханова түсінді деп ойлаймын, ол мамасы сияқты сюсюкаться ететін болса, ол тіптен тыңдамай, мүлде басқарылмайтынын, қожаны тек сондай уыста ұстау арқылы ғана ұстап тұруға болатынын түсінді деп ойлаймын да. Ол бір емес бірнеше рет қайталанды ғой ол жағдайда. Бірақ қожа оның пікірі мүлде басқа екенін естіп қойды. Бұл ертең мықты адам болады деген бір мұғаліммен кетіп айтып бара жатқан талдың үстінде тұрып естіп қойды. Бірақ оны тек кітапта көрсетеді ғой, сол момент тек кітапта бар. Фильмде керісінше, фильм біткен кезде көріп біткен балалар фильмі ғой, балаларды ойбайды, Майханова бәрібір жаман адам, жаман мұғалім деген ғана пікір қалып қалады да, көріп біткен кезде. Кітабын оқыса, онда керісінше басқа пікір ашылады. Яғни Майханова жақсы мұғалім екен ғой, жаңағы балаға сенеді, оған жаңағы жаны ашиды, оны ашуға тырысады деген пікірлер болады да, бірақ фильмде ондай идея берілмеген. Осы жерде сұрақ туындайды да, жеке өз басымда. Кеңес одағы кезінде мұғалім ол ең дұрыс адам, ең жаңағы бәрінен биік, бәрін біледі, қателеспейді, идеал, оны бәрі сыйлау керек, оның айтқаны заң болу керек деген идея болды ғой. Неге оны фильм арқылы көрсеткен жоқ? Мысалы үшін, менде сондай сұрақ туындады да, көріп біткеннен кейін. Білмеймін, енді кеңес үкіметіндегі фильмдер өте көп қиылған ғой, тіпті Қыз жібектің өзін көп қиып тастаған деп айтады. Солай бәлкім қиылып кеткен шығар. Бірақ енді кеңес үкіметінің сол кішкентай балаларды бастап тәрбиелеген ғой, бағыныңдар, айтқанда мүлтіксіз орындаңдар, бір пікір білдірмеңдер, пікір білдірсеңдер айдауға кетесіңдер, қалт басуға, былай шалыс басуға болмайды. Біздің айтқан жоғары жақтың билік өкілдерінің, ұстаз, өкімет, жоғары жақтардың айтқан орындайсыңдар, дегенмен жүресіңдер, болды. Сондай болып тәрбиеледі ғой енді. Сондай көрсеткісі келген шығар, бәлкім керісінше ол менше жаңағыдай бұл қожадан өте жақсы адам шығады деген сияқты әңгімесін кинода берсе, фильмде керісінше ол мұғалімнің мейірімін, адамгершілігін көрсетіп қоятын сияқты да. Өйткені ол жерде Майханова өзінің тактикасын ұстанып тұр ғой. Керісінше ол мықты маман екенін білдіреді. Әр оқушымен әртүрлі контакт, подход, әртүрлі контакт құра алу, подход өзінің тәсілін таба алу деген нәрсе меніңше. Ұмытып қалдым, біраз айтайын деп Рахмановтың жаңағы Анфиса ма? Рахманов. Анфиса ғой, мен шатастырып байқасаңыздар, фильмде бірде-бір орыс кейіпкер жоқ. Ал негізі кітап бойынша көп пәндерді орыс мұғалімдер берген ғой. Сосын жаңағы екеуміз дайындалған кезде айтамыз да, Рахманов пассивный агрессор емес па дегенде сұрақтар туындайды. Өйткені үлкендердің педсоветінен кейін олар жауапкершілікті балаларға бере салады. Қойды ма, жас бала емес өзі кінәлі. Оны қамау керек, сонда түзеледі. Қойда ұрықпа. Әуелі тексеріп анығына жетейік, содан кейін жазалау керек. Жазалайтын түк те жоқ. Біз сот емеспіз, біз пионерлерміз. Пионер адал болу керек, білесің бе? Қожа сотқа ұрлық қылды. Бүкіл класқа мектеп атына кір келтірді. Біз оған шыдауымыз керек пе?
машиналық сөздер шешеді деп. Сол кезде жаңағы Майқанованың шабуыл деп айтсақ болады шығар. Ұрысқан кезінде Майқановаға келіп Рахманов құтқарып, әкесін есіне салып кешірімін сұратқызып алады ғой. Ал мына балалар жиналысында ол үндемейді. Өздеріңе бердік, сендердікі дұрыс болады, неше сендерді қолдаймыз деп жаңағы қарап үндемей тыңдап отырады. Бұл жердегі ең шарықтау шегі менің ойымша қожаны ортаға алып, басын сүміреткізіп қойып, бұл сол кеңес өкіметіндегі бір ең қиын бір бала үшін өте жаман нәрсе ғой, сындырып тастау ғой баланы. Барлығы көзінше несін жылайды ғой да, тіпті кинода. Сол кезде баланы барлығы айыптап, ол осындай, қожа бүйтеді, қожа сөйтеді деген сияқты. Бұл да бір баланы және баланы сындырып тастау және екі мұғалім артта қарап отыруы. Мысалы, бұл да бір өте бала үшін психологиялық тұрғыдан өте қатты бір қысым ғой негізі. Негізі қожаға өте ауыр болды. Ол қатты сипатталмайды ғой, фильмде көп ашылмайды ол жері, тіпті кітабында қатты ашылмайды шы. Негізі бұндай балалар дәл осылай жасалса өзіне қол жұмсауы мүмкін. Өте бір бірінен кейін бірі бүйтіп капуста сияқты ашылатын психотравмадан ол. Ол жерде өзінің мамасы қожадан бас тартып тұр. Сен оңбағансың, сен мені жерге қараттың, мен сен мамаң болғым келмейді деген посылды беріп тұр. Мен сені жақсы көрмеймін деген нәрсені беріп тұр. Әрине ұстаздары, Майханова болсын, басқа болсын, директоры болсын, одан кейін достары, тіпті жаңағы класстастарының өзі бір мақтап келіп жаман нәрсені айтады, немесе жаман бір сынап мінеп келіп бір жақсы нәрсені береді. Ол жерде қожа кәдімгідей жалтақ болып тұр да. И оған үміт отын сыйлаған Майханованың сөзін сырттан естіп қалғаны сияқты да, жылт еткен нәрсе. Тіпті сұлтанға да сене алмай тұр да, ол кетіп қала береді, тастап кете береді. Бұл травма отвергнутого деп айталады да, тастап кете беру. Яғни жақсы көріп келе жатады да, бір қателік не бола, оны жақсы көрмей қалады. И қайталана бергендіктен ол бала ертең қорғанады, ешкімге сенбейтін. Қатыгездер солай шығады да. Мен сенбеймін сенің махаббатыңа, сен мені тастап кеткенсің, пәлен тастаған, түген тастаған, керек емес маған деген сияқты қатыгез, жауыз адам шығады. Және фильмде де, кітапта да көрсетіледі, бұл қожаның ішінде өте қиын, күрделі конфликт болып жатыр уже. Бұлай егер күрделі болып осылай кете беретін болса, бұл кішкене қуа бастауы мүмкін, өте жауыз болып, бір адамдарға қол көтеру, немесе ол онсыз да қол көтеріп жаңағы жан-жануарларды теуіп жүр ғой, онсыз да агрессиясын солай шығарып жүр. Ертең ол қылмыскер деген нәрсеге де жалғасып кетуі мүмкін да. Мүмкін қарапайым адамның өзінде. Яғни внутренний ребенок деп алатын болса, қожа негізі ол бала. Және балалығын дұрыс өткеріп жатқан жоқ та. Бала сүйреп кете береді, ішіндегі ананы жасап көру қызық, мынаны жасап көру. В моменте болады да, кәдімгідей дәл осы жерде мынаны істесем күшті болып жатыр, вау дейді да, бір бала болып кетеді. И мына жақтан внутренний родитель, өзінің анасы, әкесі, солардың орны, немесе сырттағы ұстаздары бәрінің айтқан нәрселерінен жасап алған ғой ішіндегі ата-ананы. Оны жазалайды, оңбағансың, андайсың, мындайсың, өзіне өзі конфликт жасап жатыр. Айнаның алдында отырғаны символдық түрде алатын болсақ, бұл ішкі конфликт уже. Ертең бұндай адамнан не шығады? Өзіне сенімсіз, немесе екі шекке кетіп қалуы мүмкін, жаңағыдай дәлелдеймін, немесе тартып аламын, қатыгез боламын, немесе достигатор болып кетуі мүмкін, немесе керісінше өзіне сенімсіз, өте тұйықталып, жабылып болады ғой, бүйтіп адамдардың бәрінен қорғанып қалатын. Өйткені әбден бір нәрсе болса жабылады да, өзінің туған анасына дейін жабылып қала береді. Соңында бір кинода өлем деп өзінше бір түсінде бір көреді ғой барлығы. Ол кезде әкесі, шешесі, әжесі кешірім сұрамайды. Ол жерде өзінің жек көрген, сондай не істеген Майханова, қойшы, жантас кешірім сұрайды. Яғни бұл жерде оның ішкі мен түсініңдерші деген сияқты, әлде маған мейірім көрсетіңдерші, менен кешірім сұраңдаршы деген сияқты бір ойыма деп ойлаймын да. Сол
сол ситуацияда яғни өзінің сол мен менен мені бір жақсы көрсінші деген сияқты бір ой мені сияқты жақсы көрсе деген иә несі бар. ішкі бір мені түсінсе екен не осы кісілер. иә Ол оған дейін жетпеді ғой әлі жиналысқа жаңағы мамасымен болған ситуацияға дейін жетпей жүрген кезінде көрді ғой оны. Мына конфликттер байқасаңыз сырттан келген шабуылдар бірінен кейін бір бола берді ғой. Қожа сен оңбағансың, жантастан басталады бірінші, одан кейін Майханова қосылады, одан кейін жаңағы қойшы қосылады. Сосын жаңағы қазын кітапта бар, қазды өлтіріп жеп жейді да сұлтан екеуі, соның несі келеді. Бәрі басталады, көбейеді, анау армия болып жатыр да. Ең соңында мамасы, директор, бүкіл класстастары барлығы армия болып жатыр да. Жақсы араласып келіп, қателік үшін сен оңбағансың деп қыса беретін. Ол түсі арқылы сол ішкі конфликті уже басталғанын байқауға болады да. Уже қорқып жатыр, уже шабуыл көбейіп жатыр да. Бәрі, бүкіл әлем менің өмір сүруіме қарсы деген неге түсінікке тоқталуы мүмкін да. Яғни осы жерде қазір жасөспірімдер біздің Қазақстанда бірінші орындардың қатарында ғой, қателеспесем. Суицид, әлем бойынша 3-4 орында былай жүреді. Яғни осыда да бір, яғни балаға бір әке-шешесі тарапынан не қысым болуы мүмкін, өзінің класс сыныптастары ортасы бөлтетуі мүмкін, және сол кезде оның бір ғана шешімі мен өлсем, менің анам қайғырады, менен кешірім сұрайды, менің қадірімді біледі, өкінеді деген сияқты бір өздерінің қойып қойған бір иллюзиялары бар сияқты да. Яғни сол иллюзиямен, сол эмоциямен ол өздері қол жұмсайтын сияқты негізі. Өйткені сау адам ондай жасауға қорқады ғой негізі, өлімнен, өйткені жан деген өмір сүргісі келеді ғой. Сол кезде де бір нені айтқысы келіп тұрған сияқты да. Яғни осындай үлкен бунт бола беретін болса, бала мүмкін өзіне қол жұмсайды, мүмкін өлгісі келеді деген сияқты бір өкіндірем дейді, қожа сияқты. Иә, мен бұл да қазір жасөспірімдердің жалпы жасөспірімдер ғана емес, үлкен адамдар да сөйтіп негізі, әйелдер әсіресе баланы манипуляция жасап, өзінің өлімге манипуляция жасап, ауырып қалады, иә. Сондай да алса болады осы ситуацияда. Мамасы да жасайды ғой манипуляцияны, айқын жасайды, Милат. Сен мені өлтіретін болдың, әкеңнің қайғысынан әлі неге келе алмай жатыр едім, сен неге мені ойламайсың деген нәрсені нетеді ғой, сен бала екенсің. Қиналады, қожа. Потому что айтады ғой анау, баланың эмоциональный сосуды дейді ғой, енді білесіз ғой, кішкентай болады дейді да. Ол қанша тырысса да, ол шешесіне көмектесе алмайды. Себебі шешесінің ананың эмоционалды сосуды үлкен болады, әке-шешесінің, баланың оларға қатысты несі кішкентай болады. Сонда айтады ғой, жүрегім қанжылап кетті дейді ғой, кәдімгідей. Қанжылады дейді. Сонда анасы жылап отыр ғой енді. Бірақ кәдімгідей қатты қиналған сөйтіп көрсетеді автор. Сонда ол қанша тырысса да, ол шешесін ана жерде жұбата алмайтынын біліп тұр. Не істерін білмейді, дәрменсіз болып қалады, қолынан келмейді. Сонда бізде жалпы қазақ қоғамында ондай үрдіс бар ғой. Бала сөйтіп, аналар манипуляция жасайтын кезде бала қанша көмектесем деп тырысады, ол лояльность деп аталады, лояльность жасайды оған. Көмектесем, мен қыздарда бар әсіресе шексіз махаббаттан, перзенттік махаббаттан. Ол перзенттік махаббаттан, ода ешқандай не жоқ, ол жаңағы риясыз махаббаттың нәтижесінде ол анасына лояльны болады. Орысша, қазақшасын білмеймін, қалай лояльны болады. Яғни мен бөлсем сенің жүгіңді көтерсем, сен жалғыз емеспін, ана дейді да. Ол сосын анасына көмектескісі келіп тұрады. Бірақ баланың оған қауқары жетпейді. Бала дәрменсіз. Осы кезде жаңағы айтып отырған позициялар, орындар ауысып кетеді, сол кезде ауысады. Және осы кезде Милат керісінше ана ретінде өзінің күшін көрсету керек еді. Баланы қорғау керек еді. Баланы қорғау керек еді, оған жаңағы қамқоршылық жасау керек еді. Бірақ осы кезде керісінше болып кету. Жығып берді ғой ол. Жығып берді. Сонда бала мықты жаңағы рухты, сондай психологиялық, эмоционалдық күйі жақсы болу үшін әке-шешесі үнемі тірек болып тұру керек та балаға. Сол тіректі көрген бала, ол сотқарлық жасаса да, қорғанышым бар,
бірақ оны жеңіл қабылдайды. Ол жаңағы неден менен жеңіл бас өтеді, тартпайтын иә, адамдар бар деп Иә. сенеді да. менен бас тартпайтын адамдар бар, яғни мен қолдайтын адамдар бар. Сосын жалпы қателік жасайды адам, үйренеді содан деген сияқты нәрселерді көрсету керек. Осы жерде анасына ол қанша көмектесем десе де ол қауқар жетпейді, күш жетпей қалады. Себебі эмоциональный сосуд кішкентай, шамасы жетпейді. Және ең қауіптісі анасының қожаға дейінгі, қожаның мәселесіне дейін өте көп қайғысы болды ғой. Енді күйеуінен айырылу бар, жұмысында басқа мәселелер бар шығар, өзінің әке шешесімен проблема болуы мүмкін. Қожа оның барлығын түсінбейді ғой, өзі саралай алмайды, ол бала түбегейлі былай тарқатып көре алмайды. Анасының бүкіл қайғысына мен кінәлімін деп өзін кінәлауы мүмкін да. Иә. Барлығына мен кінәлі, бүкіл бақытсыздығына мен кінәлімін деуі мүмкін. Ол бала үшін өте қауіпті. Енді осыны қорытындылай келейін. Соңғы нүктесінде сұрақ, қожалар не істеу керек? Қазіргі қоғамдағы қожалар не істеу керек? Яғни өзін сондай ата-анасымен қарым-қатынасын енді ол дұрыстай алмайды, өйткені анасы бірінші қадам жасау керек қой негізі. Үлкендер бірінші қадам жасау керек қой баланы түсіну үшін. Сондай ситуацияда жүрген балалар, яғни сондай баласы бар аналар не істеу керек? Қалай оны сол қоғамға бейімдей алу керек? Сондай сұрақ. Баланы қалай бейімдеу керек дейсіз ба? Енді сондай бір енді бұл послушный бала емес, кішкене бунтар балалар болады. Бұл енді бұл бағдарлама негізінен үлкендер көретін шығар, енді мүмкін подростковый жеткіншектер көрмесе енді, иә. Көру мүмкін. Ондай балалар білім алу керек біріншіден, жалпы түсіну керек, иә. Семиотикада мынандай заң бар, шарттылық заңы деген. Өте қызық заң, ол условный знак деп аталады. Яғни адамның жасаған нәрсесі көбісі шартты. Біз шартты түрде жасаймыз. Таңба, әріп, ол шартты, иә, мысалы. Мынаны мен мысалы қалам деп атадым, шартты түрде қазақтар бұны қалам деп атады. Және бұны ағылшындар мысалы пен дейді. Егер де дүние жүзінде бәрі бірдей болса, онда бұл дүние жүзі тілдерінде пен болушы еді, немесе қалам болушы еді. Сол үшін қанша мыңдаған тіл бар, иә? Сондықтан адам бәрін шартты түрде жасайды. Және оны өзі жасап алады да, оның өзіне сенгені соншалықты, оны табиғаттан ашықтап кетеміз ғой біз. Ол көбі иллюзорный болып кетеді, ол шарттылық. Сонда белгілі бір шектеулер қояды, иә, белгілі бір модельдер құрастырылады. Бірақ қай бала болмасын, ол белгілі бір модельдерде өмір сүру керек, үлгіде, иә, ол семиотикада через языковую картину мира деп аталады, яғни ол тіл арқылы беріледі, ол модельдер үлгі. Сол үлгіде бала өмір сүру керек, бірақ шарттылық заңын түсіну керек деп ойлаймын мен өзім. Себебі ол шарттылыққа біз толықтай 100% сеніп кетеміз ғой. Демек біз көп нәрсеге толықтай сеніп кетеміз. Яғни қожаға айтты ма, былай болу керек, яғни сен осы жерде сотқарлық жасадың, демек сен жамансың де, ол оған толықтай сеніп кету мүмкін. Сонда үміт үзілмеу керек. Біріншіден сол үміт үзілмеу керек, екіншіден көп білім алу керек. Аналарға, әкелерге ұлттық, әсіресе ұлттық, отбасылық тәрбиеден білім алу керек. Жаңағы айтып отырсыздар ғой, иерархия заңы, бізде қазақи таныммен білім алынса, ол әлде қайда жақсы жетіледі деп ойлаймын. Себебі бізде жаңағы сіз айтқан иерархия заңы өте жақсы сақталып келе жатты, бұған дейін бәрібір де сақталады. Әрине мәселелер бар. Әркімнің өзінің орны бар. Қазақ жалпы текті, біз тіліміздің өзі бізде соншалықты бай. Біз дана халықпыз ғой. Сосын бірақ оның бәрін осы табиғат заңының негізінде жасау керек та. Осындай модельдер бар. Және аналар сол жағынан сауатты болу керек. Бала тәрбиесі және сіз айтып отырған психологиялық түрлі мәселелерді бізде білмейміз ғой. Біздің анамыз көрсеткен модельдер бойынша жүреміз. Бірақ оның дұрысы бар ғой, әлде қайда тиімді, эффективді жақтар бар ғой. Соны алып аналар бәлкім қолданса, баланың рухын түсірмей, сындырмай. Жаңағы шарттылық дегенде сол ғой, мысалы, бізге мына результат керек,
болды, условно этот результат керек болды бізге. Сен 5-ке оқу керексің, болды, басқа вариант жоқ. Не істесең оны істе, оқы 5-ке. Бірақ оның қалауы қандай, оған қызық па, қызық емес па, бізді қызықтырмайды ғой. Мүмкін оның бір қабілеті бар, мүмкін ол спортсмен, мүмкін математик, әдебиетке жоқ шығар деген сияқты. Сондай жағдай үнемі болады ғой жастардың арасында. Көбі шартты түрде, опять же, мынандай мамандық, юристтер бір кезде мода болды, бір кезде экономистер мода болды, қазір айтишниктер мода, ол да шарттылық қой. Ол да мынау көп иллюзияның негізінде туындаған мәселе. Осы шарттылықтан кішкене кете алу керек. Көп нәрсе біздің санамызда жүріп жатқан процестер екенін ғана түсіну керекпіз. Бірақ адам дүниеге келгеннен кейін ол өзінің белгілі бір миссиясымен келді. Ол белгілі бір қабілеттермен келді, Сонда ана баланың қабілетін ашуға жұмыс істесе. Және жалпы біздің қоғамна жертва позициясынан кетсе, қоғамда көп қой жертва позициясынан кетсе, көп мәселе кетеміз. Ақырындап кетіп жатыр. Заттар жинап жатыр. Сол жертва позициясына кету үшін рухтану керек. Рух тілден келеді. Сол үшін қазақша көп болсын, жаңағы рухани әңгімелер көп болсын, осы секілді сіздердің бағдарламаларыңыз көп болсын, оқып білсін, барлығы біздің тарихымызда, тілімізде жатыр. Сол жағына қарай жүру керек, бірақ шартты түрде, мысалы, батыстан келген, андан келген нәрселердің елегіне кетіп, еліктей берудің қажет жоқ. Өзіміздің ішімізден жақсартып, жөндеп, модернизациялап жасап алуға болады. Соны ең бірінші аналар жасау керек деп ойлаймын мен. Ананың көп рөлі осы жерде бала тәрбиесіне. Және әкенің әрине рөлі бар. Енді сіз басқа пікір айтатын шығарсыз, әрине психолог ретінде. Негізі көп ата-ана балалары осы жеткіншек жасқа келген кезде менің балам бұзылып кетті деп ойлайды. Мен тыңдамай бара жатыр, маған сөз қайтаратын болды, ол бір бөлініп жүр, оған бір нәрсе ықпал етіп жүр деп ойлайды. Тіпті психологтарға жазады, маған өте көп хат келеді. Менің балам жасы шамамен осындайда, немесе жасын жазбайды. Соңғы кездері айтқанда істемейтін болдым, мүлде тыңдамайды, көмегіңіз керек, баламды алып келейін деген сияқты жазады. Сұрайсың ғой, жасы нешеде, не болып жатыр? Сонда ол баланың бойында табиғи процестерді өткеріп жатқанын байқаймыз да. Мәселе бұл жерде балада емес, мәселе ата-анада. Яғни жеткіншек жаста, 8 жастан асқаннан кейін қыз балаларда, ұл балаларда ары қарай ендігісі бағынбайды. 8-7 жасқа дейін құйылған фундамент құйылды, соған дейін жасап үлгерсе үлгерді ата-ана, үлгермесе ары қарай табиғи процесс жүреді. Яғни ол ата-анадан алыстайды, өзі жеке адам ретінде қалыптаса бастайды. Бойында гормондар, неше түрлі құбылыстар болып жатады, жыныстық жетілу болады, және ол бүкіл назары сыртта болады. Ол кездерде менің ата-анам немесе үйдегілер ештеңені түсінбейді. Мен білемін, сырттағы болып жатқан нәрселерді мен жақсырақ білемін, мен бәрін біліп қойдым деген сияқты максимализм болады ол кездерде, және үйдегілерден гөрі сырттағылар маңыздырақ болып тұрады. Яғни ол кезде бала қоғамнан өзінің орнын іздеп жатады. Одан кейін өзінің талғамын қалыптастырып жатады. Маған қандай адам ұнайды, мен өмірде қандай жолды таңдағым келеді, қандай ортада болғым келеді, өзімді қалай көремін, кім болғым келеді, және қыз балалар мен қыздар подружка болып, топ болып жүре бастайды, бір группа болып. Және қарсы жыныс өкілімен сөйлесу арқылы, ғашық болу арқылы, тіпті құшақтасып, сүйісіп көру арқылы сонда бір байланыс орнатып бастайды. Яғни жігіт пен қыз бен жігіттің жүруі, алғашқы махаббат деген процесс болады. Және ер адамдарда, ұл балаларда мен енді жігітпін деп ойлайды. Олар темекі шегіп көреді, немесе өзінен үлкен жігіттердің әңгімесін тыңдап көреді, бір үлкен жігіт болу қандай екенін көреді. Яғни бүкіл қызығушылығы оның сыртта болады, ол сырттағы өзін іздеп жүреді. Сондықтан ата-аналарға айтқым келеді, әрине қожалар не істеу керек дегенде. Ата-аналар сұрайтын болса, ұлы қожа болса, қызы қожа болса, онда өзі бірінші психолог, психотерапевт маманға өзі келу керек. Қожаның жағдайында байқадық, мәселенің ұшы мамасында жатыр. Қожаны отқа лақтырып жатыр қайта-қайта.
болмай жатыр. Қожа өзін аман алып қала алмай жатыр, жанталас болып жатыр, иә. Мәселе бұл жерде анасында екенін байқадық. Яғни ондай ата-ана маманға өзі келу керек. Жалпы психологияда немесе сондай білікті мамандар, әрине бала психологы болмаса, баланы емес, бірінші өзіңіз келіңіз деп айтады да. Баланы алып келемін дейтін ата-ана болып тұрса, баланы қоя тұрыңыз, сіз бірінші келіңіз өзіңіз. Мәселе сізде. Ұшы сізде жатыр. Ал енді қожалардың өздері көріп отырған болса, қыздар, ұлдар, жеткіншек кезең негізі анадай бір қауіпті кезең да, қыл көпір деп айтамыз оны. Қалай қарай сен бағыттап жібересің, солай қарай кетеді. Ары қарайғы болашағына өте қатты ықпал етеді. Бұл тұста жеткіншек жастағы адамдардың қасында түсінетін бір, сүйенетін бір сүйеніші болу өте маңызды. Ата-ана бола алмады ма, онда бір досты табу, немесе бір құрбыны табу, немесе жеңгесімен жақсы болу, немесе бір ұстазына ашылып айту. Әйтеуір бір сүйенішті табу керек та. Өзі жұтып, өзі бәрін шешем деп жүре бермеу керек. Қожалар көріп отырса, соны айтқым келеді. Өзіңіз, сіз шеше алмайсыз, қай камераға қарап айтайын, өзіңіз шеше алмайсыз. Бір адамға айтыңыз, мен қиналдым. Мүмкіндігінше ол өзіңіздің қатарластарыңыз емес, үлкен болған жақсы. Бәлкім ол әпкеңіз болар, бәлкім ол жеңгеңіз, бәлкім ағаңыз, көкеңіз, көршіңіз, тіпті мұғалімдер болады ғой, бір мұғалімді жақсы көріп тұрасың. Я, мен сізбен сөйлессем бола ма деп бір ашық айту арқылы, ешкімге айтпаңызшы деп сырласу арқылы іштегі мәселені бір төгеді, бір шығарып алады жеңілдеп. Бірі бар, екіншісі, сен қандай болсаң да, қалай қателессең де, мен сені сол күйіңде қабылдаймын, мен сенен бас тартпаймын деген бір адам болу керек та. Яғни сондай бір модельді тауып алу керек. Немесе тіпті ондай адамдар болмаса, әрине күнделік жазу, немесе шығармашылықпен айналысу. Мен ойлаймын, Бердібек Соқпақбаев қожа ғой өзі, өзінің прототипі дедік. Бұл повесті жазған кезде өзіне шығармашылықты сүйеніш қылған сияқты. Яғни қожаның жазу арқылы, фильмдегі, кітаптағы қожаның арғы әрекеті кітаптың шығуы болып тұр да. Яғни шығармашылықты өзіне сүйеніш қылды, бүкіл эмоциясын, бүкіл сезімдерін сол жаққа шығарып, өзінің бір әлемін жасап алды деген ой түйдім мен. Күшті кеңес айтыңыз. Енді балам жеткіншек болады жақын арада. Қорытындыдан кейін ары қарай ештеңе айтып керек емес. Осыған дейін айтылған тостарға қосылады. Сондай болды ғой ниет. Келген екі маман ханымға рахмет айтамыз. Негізі өте қызықты талдау болды. Жаңағы құнды, маңызды әңгімелер айтылды. Сондықтан ары қарай енді біз көріп отырған көрермендер бүгінгі талдаудан болсын, немесе кітап оқығандар, фильм көргендер өздеріңізге ұнаған моменттерін комментарийға пікір ретінде жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Қыздар өте құнды жұмыс жасап жатсыздар. Рахмет, подкасттарыңыз үшін өте маңызды. Және Үміт ханым, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Қыздар, сіздермен де танысқаныма қуаныштымын. Өте маңызды. Әрі болашақта бұл буын ауысып көре беретін видео ғой, ютубта тұра берсе, өте бір жақсы вклад болады. Мен де бірінші неған кезде мен қыздарыма деп не істедім, екі қызым бар ғой. Мысалы қыздарыма арнайыншы деген сияқты менде бір сондай болды да. Сен Құдай біледі ғой, мен қалай, мен айта аламын ба оларға, мүмкін айта алмай кетуім де мүмкін, Алланың ісі ғой. Сол кезде мені хоть сондай неден көрсе деген сияқты өзімде бір сондай бір мотивация болды, шын айтқанда. Сізге рахмет, Эльвира ханым, сіз психолог ретінде күшті кәдімгі лайфхактар айттыңыз бізге. Біз енді осындай білім жетіспейді ғой бізге шын мәнінде. Дәл сол моментте не істеу керек? Біз хаотично былай айтқанда эмоциямен, өзіміздің үйренген модельдерімізбен әрекет етеміз ғой.